أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Досым, қалың қалай? Жағдайың жақсы ма? Бүгін біз сенімен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ата-бабаларының тізбегімен толығымен танысып шығамыз. Олай болса, дәрісімізді бастайық. Я Раббым, тек қана өзіңнің разылығың үшін дәрісті көруге, амал етуге ниет еттік. Бисмилля. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ең алғашқы атасы ол Фихр, Құрайш тайпасынан шықты. Бұл жердегі аталарының барлығы өте көркем мінезді, сондай таза, иманды, пәк болған. Құрайш, Фихр, ол өте мықты адам болған. Қазақша мағынасы жиналу деген мағынаны білдірген. Өте саудагер, қажылардың берекесін алған, сол кезде қажыларға қызмет көрсеткен өте ірі, өте мықты адам болған. Оның әйелінің аты Ләйла болған. Ләйла мен Фихрдан Ғолиб 3 баласы болды. Харис, Ғолиб, Мухариб. Бізге Ғолиб баласынан тарады. Ғолибтен Люай деген баласы дүниеге келді. Люайдың мына жерде көрсетіліп тұр. Бұл жерде 6 баласы болған. Бізге керек баласы Кааб. Кааб жалпы күнтізбені ойлап тапқан, тарихты жасаған және уағыз айтып пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның келетіні туралы айтқан аталарының бірі. Каабтан Мурро есімді баласы, Каабтың 5 баласы болған: Джумах, Сахм, Усайс, Мурро, Ади деген. Бізге Каабтан Мурро өте иманды, салихалы кісі болған, тап-таза пәк болған. Мурродан бізге Килаб деген баласынан тараған. Килаб мен Фатима деген әйелі болды. Фатима мен ол үйленіп, олардан Құсай деген баласы дүниеге келді. Килабтан Құсай деген баласы дүниеге келді. Құсай жалпы Шам жерінен Меккеге келген. Жалпы Меккеге келіп, сол кездері Меккені Құзаға деген тайпа билеп жатқан еді. Құзағаның қызына Құсай некеленіп, олардың некесінен Зухра, Абдудар, Абдуманаф, Абдулғузза деген 4 бала дүниеге келген. Осы жерде Зухра деген баласынан Әмин анамыз, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның анасы дүниеге келді. Жалпы бізге керек баласы ол Абдуманаф. Құсай Қабаның кілтін иеленді. Құзаға тайпасы кілтті алмақшы болып, Құсайды жалпы не қылды? Құзаға тайпасы жаңалығы Қабаның кілтін иеленгеннен кейін кілтін қайтадан тартып алмақшы болып, Құсайға не қылды? Әлімжеттік көрсетті. Сол кезде Құсай Шамдағы өзінің туыстарын шақырып алып, Құзағаны қуып шықты. Сөйтіп қайтадан өзі Қабаның кілтіне ие болды. Құсайдың жалпы шын аты Зәйд. 440 жылы Меккені иеленді. Мәрун дәруаны ойластырған болды. Және ол 4 баласы болды. Олардың әрбіріне билікті бөліп берді. Біреуіне су тамақты, қажылардың су тамағын реттеуді бұйырды. Біреуіне Қабаның іші сыртын, біреуіне соғыстың туын, біреуіне басшылық мәселесін өзі бөліп берді. Жалпы бұл жерде Абдуманаф, Мұғира ең сымбаттысы Абдуманаф болған. Оны Мұғира деп те атаған. Өте сымбатты, өте сұлу, өте әдемі кісі болған. Осы Абдуманафтың ұлы
Хашим. Хашим ол ұсақтаушы деп те аталып кеткен. Амр деп мықты саудагер болған. Қыста Еменмен баратын жолды сауда жолын Еменмен баратын болған. Жазда Шаммен сауда жасаған. Жалпы Мәдиналық жалпы бұл Хашим Амр деп те аталған бұның есімі. Ол Мәдинаға барған кезде саудамен Сәлуа деген Мәдиналық қызды ұнатып қалады. Сол жерде соған үйленбекші болып сөз салады. Сол кезде Сәлуаның аналары, әкелері оған қарсы шығып, егер Сәлуа қыз туатын болса, онда сенімен үйленгеннен кейін қызын Меккеге алып кетесіңдер. Ал егер де ұл туатын болса, ол ұл осы Мәдина қаласында қалады деп келісімге отырып, сосын ол Хашим Сәлуа жүкті кезінде қайтыс болып кетеді. Бала туылмай тұрып қайтыс болып кетеді. Содан кейін оның баласының аты Абду Муталиб болады. Шайба деп те атаған, өйткені оның шашы туылған кезде әппақ болып туылған екен. Шайба өте ақылды, тәрбиелі болып өседі. Жалпы ол Хашимнің ұлы Шайба бар екенін жалпы ешкім білмейді. Кейін бір неде Мәдинада Шайба өте мерген болғанда, садағатып сөйтіп не істеп жатқанда, мен меккелік Хашимнің ұлымын, мен меккелік Хашимнің ұлымын деп жаңағыдай көп айтып садаға атысады екен. Сол кезде Шайба озып шығады екен. Кейін оны меккеліктер естіп, оның анасы Сәлманы көндіріп Меккеге алып кетеді, жақсылап тәрбие береді. Және де Нәуфәл Муталифтің бауырының дүниесіне көз тігіп, мысалы үшін Меккеге алып келеді. Содан кейін Меккеде біраз өмір сүреді. Жаңағыдегі Хашимнің барлық байлығына осы Шайба ие болады. Содан кейін Хашимнің Нәуфәл деген бауыры, осы бауыры мынаның дүниесіне көз тігіп Шайбадан тартып алмақ болып әрекеттенеді. Сол кезде Шайба ол Мәдинадағы барша нағашыларын шақыртып, бар дүниесін алып қоймақшы болды мына кісі деп айтып, сонымен қайтадан Шайбаға бар дүниесінің барлығын қайтарып берген екен. Жалпы Абду Муталиб деп аталады шын аты. Абду Муталиб Фатима деген қызға үйленеді. Фатима екеуінен Харис деген баласы болады. Ең бірінші Харис деген баласы болады. Бұл Абду Муталиб бір күні ұйықтап жатқан кезде түс көреді. Түсінде біреу келіп Барраны қаз деп айтады. Содан кейін ол не дегенде оянып кетеді. Екінші күні де ұйықтап жатқан кезінде Тойибаны қаз дейді. Ол ең жақсы жер деп айтады. Сосын ол не дегенде қайтадан оянып кетеді. Үшінші күні келіп Магнунаны қаз деп айтады. Көмілген қазынаны қаз деп айтады. Бір кісі келіпті. Сосын бұл не деген кезде қайтадан оянып кетіп, төртінші күні Зәмзәмді қаз, атаң Исмайылдан қалған берекелі су, қияметке дейінгі берекелі су дейді. Ол қай жерде деп ол кісіден сұрағанда, ол құрбандық шалатын жер мен ішек қарын тазалайтын жердің ортасында. Ол жерді қара ала қарға немесе құмырсқаның илеуі бар. Қара ала қарға және құмырсқаның илеуі бар ол жерде. Сол жерді барып қаз деп айтады. Содан кейін тұра салысымен баласы Харисті ертіп жүгіріп барып жаңағы жерді қазып жатқан кезде Құрайыштың ақсақалдарының барлығы соны көріп, «Ей, Абдул-Муталиб, не қазайын деп жатсың балаңмен бірге?» дегенде, «Мен Зәмзәмді қазайын деп жатырмын» дейді. Кейін Зәмзәмді ол баяғыдан аңыз болып қалған, ол жер жоқ, Зәмзәм жоқ қой деген кезде, сендер егер жүріңдер, бәріміз бірге маған көмектесіңдер, қазайық деп сөйтеді. Сол кезде Құрайыштың ақсақалдары оларға көнбейді.
бірақ бұл бір ғана баласы болады ол кезде, Харис деген. Осы баласын ертіп барып екеуі қазып жатқанда Абдулмуталиптің жаңағы кетпені ма не дейді, күрегі ма, сосы сақ ете қалады. Сол кезде ана жерден өте көп байлық, аттың басындай алтындар, өте көп деген киіктің басындай 2 мүсін алтын, өте мол қазына, артынан зәмзәм суы атқылап тұрып шығады. Сонда Құрайыштың ақсақалдары жүгіріп келіп таласып, сен бір ғана балаңмен не бітіресің, бізге бер деп андай қатты билік көрсетпекші болып оған тартып алмақшы болады. Сол кезде Аллах тағаладан Абдулмуталип дұға еткен екен: я Раббым Алла, менің 10 балам бар болса, соның біреуін мен сенің разылығың үшін құрбандыққа шалам, маған тағы да 10 бала берші деп дұға етіпті. Сөйтіп талас басылмай, төрелер кеңес беретін адамдарға жүгініп, Құрайыштың ақсақалдары мен Абдулмуталип ары бері таласып барып, солардан кеңес алып, кеңес бойынша жалпы қазына Құрайышқа ешқандай үлес жоқ деген келісімге келеді. Сосын қазынаның жартысы Қағбаға келтіру үшін жалпы кейін Қағбаның есігін алтыннан ауыстырылады деген келісімге келеді. Және кеңесшіге кетіп бара жатып, тағы бір мәліметтер бойынша жалпы Хижр деген жерге келген кезде қатты шөлдейді. Сол кезде Абдулмуталип жерді қазса, Абдулмуталиптен қазылған жерінен қатты су шығады, ал басқа Құрайыштың ақсақалдарының қазған жерінен ешқандай су шықпайды деген мәліметтер де бар. Сондықтан да жаңа Құрайыштың ақсақалдары Абдулмуталиптің сондай иманды ізгі адам екенін біліп, олар мойындап, сол күйі сол билігін барлығын осы Абдулмуталиптің өзінде қалдырады. Сонымен Абдулмуталип өте бай, дәулетті болады. Аллах тағала оған Абу Талиб, Абдул-Қаба, Мұқауин, Зубайр, Аббас, Хамза, Хусам, Дирар, Ғайдақ, Абдул-Ахаб, Абдулла деген 10 ұлды тағы да қосып береді. Сонда жалпы барлық баласының саны 11 бала болады. Сөйтіп баяғы кездегі нәзірі, Аллах тағалаға берген уәдесі есіне түсіп, Абдулмуталип барып балаларына айтады: я балаларым, мен сендердің Алладан сұрап алған кезде бір баламды мен құрбандыққа шаламын деп Аллах тағалаға уәде еткенмін. Сол үшін де мен сендердің біреуіңді жаңағыдай құрбандық етейін, яғни өлтіремін деген уәдені айтады. Сол кезде мына балаларының барлығы келісе тұрады. Кімді қаласаң соны өлтір, әкетайым депті. Сол кезде бұл Абдулмуталип балаларының ішіне ең қатты жақсы көретін баласы Абдулла екен. Абдулла өте ақылды, сондай биязы мінезді, өте сұлу болған екен. Өте қатты жақсы көреді екен. Сонымен ол кездегі жалпы келісім бойынша жебені салады екен да, осы жердегі барша балаларының атын жазып таңдаса, ішінен кім шықса соны құрбандыққа шалатын болып келіседі. Сол кезде жебені салып соның ішінен таңдап қалса, ішінен Абдулла деген баласы шығады. Көңіл күйі Абдулмуталиптің қатты түсіп, қайғырып, жүрегі ауырып, сонымен Абдулланы алып көшеге шығып бара жатқанда Құрайыштың ақсақалдары: ей Абдулмуталип, не істегелі жатсың? Сен оны істейтін болсаң, күллі адамзат қазір мынау сондай жаман дәуірде, сондай жаман заманда барлығы балаларын сойып жаңағыда құрбандық істейді ғой. Оданше қой десе қоймайды, мен Аллаға уәде еткенмін депті. Сонымен оны Абдулмуталипті қайта көндіріп, олар бір жақсы бір кісіге барады, сол кісіден шешім сұрайды. Сол кісіде ол кісі айтады: сендерде бір адамның құны қанша түйе дейді. Бізде бір адамның құны 10 түйе дейді. Онда жебенің бір бетіне түйе деп жазыңдар, келесі жебеге 10 түйе деп жазыңдар, келесі жебеге Абдулла деп жазыңдар. Сөйтіп жебені таңдаңдар. Қанша рет
жаңағыдегі Абдулла деп шығады, сонша рет түйені көбейтіп отыра беріңдер дейді да. Сөйтіп бір рет жебені алып қалса Абдулла деп шығады 10 түйе, екінші рет алып қалса Абдулла деп шығады 10 түйе, үшінші рет алып қалса Абдулла деп шығады 10 түйе, сонымен 10 рет алады да 10 ретінде де Абдулла деп шығады. 11-ші рет алып қалған кезде 10 түйе деп шығады ғой. Сосын сенімсіздеу болады да, қайтадан алып көрейікші деп қайтадан алып көрсе тағы да 10 түйе, қайтадан алып көрсе қайтадан 10 түйе болады да, сонымен жалпы Абдулланың құны 100 түйе болады. Сөйтіп Абдул-Муталиб 100 түйені құрбандыққа шалып, бүткіл Меккенің іші сыртындағы адамдардың барлығы ішіп жеп, сол жердегі ішіп жемеген ешқандай аң, құс, еш нәрсе қалмаған дейді. Бірақ Абдул-Муталибтің өзінің балалары ол еттерден мүлдем жаңағыдай не жемеген екен, мүлдем ет жемеген екен. Сөйтіп сондай Алланың құдіретімен ол құрбандық шалып Абдулланы аман сау алып қалыпты. Сонымен балам тірі тұрған кезде деп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам осы жерде айтқан екен: мен екі құрбандықтың есімін деп, біріншісі Абдулла өзінің әкесін құрбандыққа шалғанда, екіншісі өткен сабақтарда Исмаил мен Ибрахим алейхиссаламның оқиғаларында естеріңде болса балалар, сол жерде біз айтып өткенбіз. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаилді құрбандыққа шалмақшы болып, Аллах тағала оны сынамақ болған кезде сынақтан жақсы болып өткен еді. Сонымен Абдул-Муталиб балам тірі тұрған кезде баламды үйлендірейін деп үйлендіреді. Ол үйленуді келесі сабақта толығымен сендермен қайтадан бөлісетін боламыз. Алла амандық берсін, Аллах барлығымыздан разы болсын. Көркем түрде осы дәрісті тыңдап бізбен бірге болғандарың үшін рахмет. Ассаламу алейкум, пайдалы білім болсын.